Жақында жаңалықтардан Путин Қазақстан жайлы сөздер айтты. Қазақстан ол орыс тілді мемлекет, және жақында біз Қазақстанда орыс мектептерін ашпақшымын деп айтқан болатын. Осылай қазақты мазақтаған видеодан кейін маған келген ой, екі қазақ енді бір-бірімен қалай орысша сөйлеуге намысы жібереді деген ой келді. Ол біріншіден. Бәлкім сіз орыс тілді ойлауыңыз мүмкін. Орыс тілінде ойлауыңыз мүмкін. Ақпараттар көзі орыс тілінде, айналаңыз орысша болуы мүмкін, иә. Расымен орыс тілі керемет құрал. Иә, өйткені шынымен сапалы кітаптар расымен орыс тілінде мен түсінем. Бәлкім содан кейін орысша ойлап кетуіңіз мүмкін. Қазақ тілінде сөйлеу қиын болуы мүмкін, иә, бірден. Бірақ та бұның түпкі себебі қандай? Бұның түпкі себебі ол Совет үкіметі кезінде біздің интеллигенцияны 1937 жылы интеллигенцияны өлтірген, е, атқан, атуды білесіздер. Оның әйелдерін, ұрпақтарын жойған, сапалы қазақша кітаптарды өртеген, қазаққа қазақ тілі надан деген установканы құю үшін барлығын жасаған. Әрине біздің қазақ тілі наданның тілі немесе ақпарат жоқ деп расымен біздің осындай қалыптасуымызға, иә, орыстар өте көп жұмыс жасаған. Әрине басқаша біз жасай алмаймыз. Менің өзімнің арманым қазақша сапалы контенттер көбейсе екен, әдебиеттер көбейсе екен, иә, ақпарат көздері қазақ тілінде болса екен, иә, сайттар қазақ тілінде болса, сонымен қоса бұл жерде подписчиктердің санын, қаралымды ойламай былай тіл үшін, иә, жалпы дамыту үшін жасасақ, үлкен миссия жасамақпыз. Әрине әркім өзі біледі, бірақ та мен өзімді ойымды айтқым келеді. Қазақпен қазақша сөйлесе, қазақ тілі ол қасиетті тіл, ол менің ата-бабамнан келе жатқан, маған берген аманаты. Мен оны сақтауым керек. Ол мені басқа ұлттардан өзгеше ететін, менің ұрпақтарымды өзгеше ететін менің құралым ретінде қараса, иә, басқа қазақпен өз тілінде сөйлесе, иә, ақпараттар осы тілде болса, сонымен қоса басқа елде келген азаматтар біздің тілде аз да болса үйренуге тырысса, сен Путин мың жерден мектеп ашып, сені тағы да орыстандырғысы келсе, Совет үкіметінде орыстандырғысы келді ғой. Ол қолдарынан келді, себебі Совет үкіметінде біз олардың астында болдық. Қазір жаңа жоғарыдағы нәрселерді есте сақтап жүрсек, Путин мың жерде мектеп ашсын, орыстандырсын. Бірақ біздің жүрегіміз осылай соғып тұрса, жаңағы айтқан сияқты. Мен ойымша, қанша саясат болсын, қанша мектептер ашсын, бізді орыстандыру қиын болады. Біз кішкене жылжыдық, ояндық, соны Путин көріп, қайтадан сол саясатты бастамақшы. Бірақ біз бұрынғыдан қарағанда егемендеу халықпыз, және менің ойымша ол орыстарға берілу, орысшаландыру ол бізге де байланысты. Сен өзің қазақпен қазақша сөйлесіп алсаң, керемет контенттер шығарсан, әдебиеттер шығарсан, мықты, қалай айтсам болады, жүрегіңді мына қазақ деп тұрсан, сенмен манипуляция жасау, сенмен басқару қиын болады. Орысшаландыру, мен ойымша, болмайды. Оның мектебі бізге бір тиынға да татымай қалады.